Жалпы осыған дейін өзімде діннің артынан біраз жүрдім. Көптеген хадистер жаттадым, діни кітаптар оқыдым, Құран кәрімді оқыдым, молдалардың жаңа уағыздары таңнан кешке дейін соны көп тыңдадым. Солардың айтуымен иман деген кім намаз оқиды, кім ораза ұстайды, кім пітір садақасын уақытында береді, салауат айтады, сол иманды деп маған солай түсіндірді да. Сол кезде менде андай уже ой қалыптасқанда, кім ораза ұстамайды, кім намаз оқымайды, вот мынау имансыз, вот мысалы сен тозаққа баратын адамсың деген сияқты. Өйткені маған информацияны менің миыма сол имам молдалар құйды да, солай қалыптасты. Ал кейін келе осы 1-2 жылдың алдында уже мен ойым күрт өзгерді да. Өйткені мен өзіміздің қазақтың ұлы тұлғаларын оқыдым, мысалы Шәкәрімнің оқыдым, Сұлтан Махмұд Торайғыров, мысалы Абай, Шоқан Валихан, Бақыт Ғабдуллин ағаларымыздың кітабы керемет әсер етті. Мысалы Абай атамыздың сол бір сөзі маған прям анау көзімді ашып жібергендей болды да. Ғылымсыз ұстаған ораза, жасаған қажылығың, оқыған намазың ешқайсысы ғибадат орнына жүрмейді дейді. Сол кезде барып мен миым тарс етіп бірдеңе ашылғандай болды ғой. Содан кейін өзіміздің ұлы тұлғаларды іздей бастадым. Өзіміздің қазақи руханиятты, қазақтың көзімен мына әлемді қарадым. Қазақтың көзімен мына жаратушыны, Құдайды таныдым. Ал бізде жаңағы иман деген не қазақтың дүниетанымында иман деген не? Мен соны көп іздедім да. Егер менде андай болды. Кім ораза ұстамайды, кім намаз оқымайды, кім пітір садақасын бермейді, вот соның иман әлсіреп кеткен, иман жоқ деген сияқты. Кейін келе ойым өзгергеннен кейін иман деген не жалпы? Сонда мен Бұхар жаудың бір сөзінен таптым. Иман деген не екен? Бұхар жау айтады, кімде ұят бар, сода иман бар. Кімде ұят жоқ, сода иман жоқ дейді. Бітті. Бір сөзбен дәлелдеді. Ұят. Қазақ өлімнен ұят күшті дейді. Өлімнен ұят күшті. Жаннан да жоғары қойған да. Тәннен де жоғары қойған. Ұятты. Ұят болады, обал болады, жаман болады деген сияқты. Бұхар жау айтады, әдепсіз болсаң елден кет, ұятсыз болсаң жерден кет дейді. Ұят кімде болса, иман сонда. Әдеп кімде болса, ақыл сонда дейді. Сонда бізде иман деген бұл ұят. Ал әдеп деген не? Бізде жаңа біздің ғұламаларымыз, біздің ұстаздарымыз, біздің имам молдаларымыз, солардың өзі мысалы белден төмен әңгіме айтады. Еркектің мүшесін жарнамалап жүр. Әйелдің мүшесін жарнамалап жүр. Ана дүниеде тек қордың қыздарымен елестетіп қойған мысалы. Бұл ұятта, өйткені ұятты ұмытып кетті олар. Ұят деген жоқ. Ұят қайда? Ал әдеп деген не? Әдеп. Анаған берші садақа, мынаған берші садақа. Ана жерге берші садақа. Сен кедейсің ба? Ол сен кедей болып өмір сүре бер. Кедейдің бәрі жұмақта өмір сүреді. Ана өмірге барған жақсы өмір сүресің. Байлардың бәрі тозақта болады деп айтады да. Өздеріне 40-50 миллионның машинасы, 100-200 миллионның үйінде тұрады. Кешеген айтып жүр. Әжеп тәуір, салмақты кісі. 10 мың теңге садақа бер, 7 миллион аласың, 100 мың берсең 70 миллион аласың. Пәленбай мыңға жұмақты сатып алуға болады. Ұят кетті, әдеп кетті. Сол жерде адамның иманы әлсірейді. Жалпы қазақтың дүниетанымында иман деген жалпы осылай екен. Өздеріңіз келісесіздер, келіспейсіздер, енді мына жерге тіркеліп ойларыңызды жаза тұрыңыздар. Бізде қазір мынау біреулер шықты ғой, мына алдар көселер. Енді анау өтірікті ұрған кезде бар ғой. Құдай-ау, өтірікті шынды Құдай ұрғандай қылып айтады ғой. Бәріңіз естіген шығарсыздар, жұмақты $7,000 сатып алуға болады деп. Мен осыдан 1 жыл бұрын мен сіздерге айтқам. Естеріңізде мен көрдім ма, көрмедіңіздер ме білмеймін. Айтты біз садақа бересің, жұмаққа кіресің, пітір бересің, жұмаққа, пидия бересің, жұмаққа кіресің, жұмақтан орын аласың. Сол көз айтқам мен. Көресіңдер, осы күндердің бір күні осы жәннат сататын болады осылар деп. Айтқаным айдай келді ма? Келді. Енді не сұмдық, не масқара мынау. $7,000 бересің, жұмақтық болып қайтасың. $7,000 бересің, 7 миллиард проблемаңы шешесің. Гарантия жоқ қой, проблемасы шешіледі ма, шешілмейді ма.
Сен Алланың атынан сөйлейтін кім едің деймін да. Ол сонда күнәнің бәрін жасап барып $70 Меккеге барып келсе болды, жұмаққа кіріп кетесе, ол Құдай мен үшін әділетсіз. Неге сіздер мысалы таңғалып жатсыздар ғой? Құдай ау не болып кетті, мынау жұмақ сатылып жатыр ма, жұмақта сатады ма деп. Бұл мынау өткен ғасырда, мынау қазіргі мынау Иордания бар ғой? Иорданияның жерінде осындай бір жағдай болған. Ол шын болған. Сол жердің жаңағы имам молдалары, енді жаңа арабтар ғой, мынау жергілікті аңқау халықты алдап, жаңағы мынша бересің, мен жаңа дұға жасаймын, жұмақтың біріншісіне кіресің, там 2000 дирхам бересің, екіншісіне кіресің, 3000 берсең, үшіншісіне кіресің деген сияқты сөйтіп құлақтан теуіп бизнес жасаған ғой. Соны көріп жүрген ар жағындағы еврейлер, бір еврей бизнесмен енді күйіп кеткен ғой бұл. Қалай сонда жай қарапайым халықты солай алдауға бола ма? Жұмақ сатылған несі деп. Сосын барып жаңа молдаға айтқан ғой. Молдеке, мен сенен тозақты сатып алайын деген ғой. Қаншаға сатасың тозақты? Анау таңғалған. Қалай елдің бәрі 1000 дирхам, 2000 дирхамға жұмақ сатып жатыр, сен тозақты сатып алғаның қалай? Мен тозақты сатып аламын. Мен тозақты түгелдей сатып аламын деген ғой, түгелдей сатып аламын. Сен қанша айт? Мен бәрін сатып аламын. Анау молдеке қуанып кетеді, ойлап тұрып, 5000 дирхам дейді. Жарайды, 5000 дирхамға мен түгел аламын ғой тозақты. Аламын. Басқа ешкім кірмейді ғой, кірмейді. Екеуміз келісім жасайық дейді. Сөйтіп жаңағы ана діндармен барып келісім жасайды, 5000 дирхам береді да, жаңа еврей жібереді. Содан кейін еврей жаңағы молдекеңе очередке кіріп жаңағы жұмақты сатып алып жатқандар айтады. Халқым, сендер әуре болмаңдар. Сендер жұмақты сатып алмасаңдар, сендерде тозақта орын жоқ. Өйткені тозақтың бәрін мен сатып алғам деген ғой. Мен сатып алғам. Болды, сендерге тозаққа кірмейсіңдер, сендер бәрің жұмаққа кетесіңдер. Деген кезде елдің бәрі қуанып кетеді. Шынымен ба дейді. Шынымен, міне қолымда құжат бар. 5000 дирхамға бүкіл тозақты сатып алғам. Мен өзім жалғыз жүрем сол жақта. Сендердің бәрін сатып алмасаңдар жаңағы жұмаққа кетесіңдер деген. Сөйтеді да жаңағы молдекең, имекеңнің алдындағы клиенттердің бәрі кетіп қалды ғой, халықтар. Болды, біз енді бәленбай мыңға сатып алып не істейміз оны? Ана біреу жын ұрған еврей сатып алып тозақтың бәрін біз енді сатып алмасақ та жұмаққа кіріп тұрмыз деп. Содан жаңағы молдекең сасып қалады ғой. Қалай ол? Елдің бәрі деп сол өзінің жаңағы топас екенін түсінген ғой. Мен тозақтың бәрін анаған сатып қойсам, тозақта орын жоқ, мына елдердің бәрі жұмаққа кетті деп. Сол қайтадан барып евреймен саудаласады. Мен саған 5000 дирхам қайтарайын, сен маған ана тозақты қайтарып бер. Жоқ дейді, жоқ. 10.000 дирхам дейді. Жоқ, 20.000 дирхам, 30.000, сөйтіп бәленбай 100.000 дирхамға қайтадан жаңағы неге жаңа имекеңе сатып берген ғой тозақты. Тозақты сатқан, сонда вот еврейдің мынау бас дейтін, миыс дейтін. 5000 дирхамға алып бәленбай 100.000 дирхамға қайтадан жаңағы молдекеңе сатып береді. Сатып бермейін десе, ана халықтың бәріне өтпейді анау жұмақ. Вот сол сияқты халқым. Бұл енді болған жағдай. Бұны оқысаңыздар, іздесеңіздер табасыздар, интернетте тұр, бұл тура осы болған жағдай. Тура біздікіде сондай сатып жатыр ғой. $7000 берсең деп тұр. Прям сенімді түрде айтады ғой. Астағфиралла, Құдай сақтасын. Бәріміз мұсылманбыз, бірақ қазір заман бұзылды ма, жоқ біздің мұсылмандар бұзылды ма, түсінбей қалдым, шын айтсам. Құдай сақтасын. Бір Құдайдың бары анық. Ертең таразыға бәріміз түсетін шығармыз. Әркім өзінің істеген ісінің ғана жауап береді. Бірақ елді алдамау керек, халықты алдамау керек. Тем более қазақты алдамау керек. Қазақты қазір неше түрлі алаяқтар алдап жатыр ғой. Бұл алаяқтық анау 17-18 ғасырда басталған. Сол кезде қазақты алдаған. Мынау Ираннан келді, сосын мынау татардан келді, мынау башқұрттан келді. Сол кезде келіп алдаған қазақты. Там екі қой бересің, там бір дұға жасайым, бір жылқы бересің, там жұмақтан орын алып берем, тағы 5 сиыр бересің, мен саған күнәңді жуып шайып берем деп. Ол кезде енді түсінесің. Адамдар қараңғы, сауатсыз, оқымаған әлі, мысалы бір неден көп шықпаған, мысалы дана адамдар өте аз. Қазір айналайын-ау 21 ғасыр, ғылымның заманы, білімнің заманы, кішкене ізденсеңіздер, жан-жақтарыңызға қараңыздар кішкене. Салыстырып көріңіздер. Жалпы қазір мынау дін өте қатты дамыған мемлекет елдерде
өзіңіздер көріңіздерші енді қандай өмір сүріп жатыр, халқы қандай, билігі қандай мысалы. Енді одан артық не айтасыз?